Қазақ эстрадасының көгінде жұлдызы жарқырап көпшіліктің көзайымына айналған Руслан Садықов гастрольдік сапармен Жетісай ауданына барды. Тыңдарманның құлақ құрышын әсем әндерімен баурап, рухани азық сыйлады. Толығырақ тілші материалында. Руслан Садықов өз көрерменін тауып, халықтың ықыласына бөленген әнші. Өнер саласында ізденіп жүрген ол, жас толқынға сапалы әндер арқылы үлгі болсам дейді. Ол үшін ауыл елді аралап, өнер насихаттау керек екенін де жақсы біледі. Әнші осы мақсатта Жетісай қаласында ән кешін өткізді. Мына жастар жылында елбасының тапсырмасы бойынша қанша жас өнерпаздарды шығармашылық жөнінде облыс пен ел аралас үшін осындай үлкен концерт беріп жатқан жайым бар. Жетісай қаласынан кейін, Құдай қаласа, Қызылорда қаласында өзінің орталығында үлкен театрымызда 2 концерт. Одан кейін бірден Хромтау, Ақтөбе облысына шығып кетеміз. Таң аруы шығармашылық концерті бірнеше сағатқа созылды. Кешке Нұрсұлтан Құрбанов, Жасұлан Ермұратов және Жасорда Жайдарман тобы сынды өнерпаздар да қатысты. Эстрада әншісінің өнеріне тыңдармандары дән риза, жиі келіп қуантып тұрса дейді. Елбасымыздың салиқасыз саясатының арқасында жастар жылына мына Қызылорда қаласынан келіп, Руслан Садықов бастаған тобы келіп, Жетісай ауданының халқына үлкен концерт беріп жатыр. Іс-шара жақсы өтіп жатыр мұны. Динар Нақыпбек, Садыр Абдуманап, Тұран Ньюс.